Ассаламу алейкум Казахстан көрермендері. Бүгін кезекті рет автокөлік базарындамыз. Бұйыртса бүгін енді 3 миллионға дейін, 2 миллионнан 3 миллионға дейін көліктің бағасын білетін боламыз. Комментарияда енді жазылған көліктердің бағасы көбісі сондай да. Қолжетімді деп. Қандай көлік түседі көреміз. Кеттік бірге. Қанша бұл? 3.9. 3 бар екен екен. Адемі қандай? Күштік па? Жылы қандай? 2004 жылға алған. Қандай май осы? Қандай? Не ішіне? Не жасайтын? Сухой туман. Ол май емес па? Сухой туман ба? Сухой туман, сіз колодка ғой. Қай жерде? Пит стоп дейтін. Аманжаннан кейін кіріп кетесіз, ішке қарай. Иә. Банянды білмеймін әйтеуір. Кіріп кетесің. Қандай еді? Пит стоп. Қанағат пит стоп бар. Маңдайында жазылып отыр. Қанағат пит стоп ішінде. Пит стоп сайысының соңғы этабы достар. Осы видеодан кейін аяқталады. Яғни осы видеоның басынан аяғынан қарау барысында әріптер шығатын болады. Жеке. Сол әріптерді осы WhatsApp нөмірге жібересіз. Мұқият болыңыздар. Соңғы этап Роскелау болады. Баршаңызға сәттілік. Бұл енді тым арзандау болып кетуі мүмкін. Гранталар енді 2 миллион 200 дейді. 2015 16 газ бензин 143 мың шақырым деген. Грантаның кузов әлсіз де, сәл алдына келіп тұр. Қасышы ар жағында дат көрініп тастайды. Орыстың көлігінің бір жаман жері сондай. Бір жырып кетсе болды ар жағында краскасы ар жағы ашылып тұрса, сосын дат басып тұрады кузовтар. Шірейтін сөйлем ғой, тез шірейтін. Орыстың көліктері. Жалпы өзіме осы гранта нормально ұнайды. Осы жайлы бір проект жасайын ба деген ой бар алда. Гранта жайлы. Нөмір бар екен мұнда, баға жазылмағанда. БХ-лар миллион жарымның арасы шығады сол. Бағасы жаза кетті, телефон нөмірі қалдырыпты. Опелдер қанша болып отыр екен? Универсал мынау Викторан 2001 миллион 820 дейді. Газ бензин, фарсунты. Кондиционер, механика. Механика. Лансер. Mitsubishi 2008 дейді. Объем 1.8 дейді. Бағасы 2 миллион 920 дейді. Механиктен. 2008 жылы. Нормально, е? Келсін бар дейді. Жалпы, Mitsubishi нормально машина. Лансерді. Оны айдап жүргендер біледі деген сияқты. Шкода, Octavia. Алейкум ассалам. 2013 дейді. 3 миллион 800 бағасы. 192 мың шақырып жүрген екен. Сондай. Гранталар миллион 900 сұрап тұр. 2014. Кондиционер, Эур дейді. 16 клапан. Росчет па? Росчет. Алейкум ассалам, қайсына? Шүкір Алла деп. Қайсына тұр? 28. Жылы қандай? 14 жылы да? Газ бензин. Қандай вложение керек? Иә. Жасамай тұр ма? Барлығы нормально. Тришима но? Бұлынан бері ойты. Тас değil ма? Келсін бар. Жентралар бар. 14 жыл. Қымбаттау еді. 4 миллион машинасы. Акценттің бағасы қанша келді жалпы? Ассаламу алейкум. 3 миллион 400 де. 2012 260 мың жүрген. Келсесің ғой? Келсін бар мен. Механика ма? Автомат. 3 миллион 400 дейді. 3 миллион дұрға сындырып алуға. Акцент. Автомат коробка. Артынан да енді. Қалай, нормально ма?
İşte таза ekan, iштен көрсөтчү. Ha, telefon nömeri var mı? Көрсөтчү. Ha? Başka nömeri var? Açıyor. 702 351 0299. Осы нөмерге хабарласып, акцент сұрасаңдар болады достар. Келіседі бағасына. Мына, саны қанша стоп екен? Никсан. Ассаламағалейкум. Қанша айтыпсың? Сатылмайды? Қағатасында тұрып, мәшін қарап отырып. Самолет қанша болды? Самолет 2 milyon. 2 milyon? Вертолетке айырбас дейді. Сондай ма? Жылы 2000. Климат контроль, барлығы сәттеді кондер. Механика. Жылы 2000. Люгі ашылып тұр. Капотна киселді шашу керек емес пе? Aslında birinci Кассета. Жақсы ма шын? Қарап айдайтын адамға. разные трассы. Сүйектері таза дейсің. Бұлар жері қанша енді? Келісеміз ғой. Bir покрастың ақшасын түсірем. Bir покрастың ақшасын түсіресің. Ана 2 амортизаторын түсірем. 250 мың түсірем. Миллион 750 бересің. Болды ғой. Біздің атымыздан келесің, тағы 50 мың түсесің. Болды, әңгіме жоқ. Көрдіңдер, Қазавтодың атынан десеңдер, миллион 700 бересің. Бүгін болса әңгіме жоқ. Болды, жақсы, сәттілік өтіп өтсін. Саудаласу керек. Саудада да берекет бар дейді ғой. Саудаласу керек. Мен үшін бірдеңе алатын болсаң, сауда ғой, оның кайфы негізінде. Дұрыс айту керек қой. Бар, мынандайға бер, мынандайға бер деп. Айтқан жерін алып кету керек та. Түсіріп деген сияқты. Кейбіреулер бар, қарайттай миллион жарым десе, миллион 400 бересің бе, иә түсір, алады да кетеді. Ол түсір миллион 200-ге дейін. Бүгін базар нормально. Өткен базардағыдай қайнап тұр кәдімгі. Мәшін жетеді. Жалпы біздің пайдамызда көп тиіп жатыр негізінде. Көбісі ойлайды, базарда қайта-қайта түсіре бересің. Біз арқылы көптеген адамдар мәшін алып жатыр, мәшіндерді сатып жатыр деген сияқты. Өткенде рахметін айтып жатыр жігіттер. Сен түсіріп едің, сразу өсіп кетті деп. Сол сияқты көрген адамдар алып жатыр. Сіздерге пайдамыз тисе болды бізге. Басқа ештеңе керек емес. Кеттік ары қарай, не бар көрейік. Комментарияда бір жазып кеткен екен, маркеттер бар ма деп. Марк екі түрі. Екі миллион 600. Қай жылғы? 96. Барлығы жақсы дейсің. Апиын қандай? 200. Корузет. Көрсет? Қарай қонда. Орыстар қатты қыдыратын еді осыны бір жылдар. Маркты іздеп жүріп. Интерес қозғап. Таза екен сүйекті, көрініп тұр кәдімгі. Барлығы жасап тұр ғой, е? Барлығы жасап тұр ма? Кондир ғой десең ме? Уложение қандай, не керек бұған? Обойна, трещин бар екен да?
сырлап көріпсің ана мынау жерлер. Бұлардың барлығы керекет болса, Арабтан келді ғой көбісі. Ар жағында әдемі жасаған екен мына. Газы бар. Телефон нөмірі бар ма? Айтып жүр. 701 осы нөмірге хабарласа білем, арқылы жандар болады. Жақсы екен, таза моторы бәрі көрініп тұр, көліктері. Қанша? 1.400.000 жылы қандай? 91 жылы 1.400.000. Баян ба. Делесіз қозғалтқыш. Негізінде 2-3 миллионның машинасын ұстау қиын болып тұр, арзан болып кетіп тұр, қымбат болып кетіп тұр. Көрдіңдер ғой? Неге қиналады деймін, 2 миллион бар адамдар машина таба алмай, 3 миллион бар. Осыдан екен ғой. Ары қарай түссе Nexia болып кетіп тұр, Гранта болып кетіп тұр. Жоғарыға көтерілсе кішкене қымбаттау болып кетіп тұр. Қанша айтып тұр? 5 қай жылғы? 2003 жылғы да. Объемы? 3. 5 миллион болып кетіп тұр деген сияқты. Өздерің көріп тұрсыңдар ғой да? Я былай жегіп кетіп тұр да. Золотая середина дей ма, не болды? Стайлын айтып па? БМВ дейді. Былай сол арзан машина болса. Кім екен? 1.300.000? 91? 2.5? Игілік па? Дискісі әдемі екен. Штамп осында. Дөңгелектерге шығып кетейін деп тұр. Жалпы Қазақстанда көп көліктер, ескі көліктер шашады негізінде. Ол мойындау керек. Шашады кәдімгідей. Бір жақсы жағдайда сақталған көліктер аз, ескі көліктердің ішінде. Сол 2007-2008-ге дейін да. Мерседестер бар. Қанша айтып 3 миллион? Қай жылғы? 98 да. Объем? 3 ма? Автоматты ма? Газ, бензин. Форсунка. Міне, мыналардың өзі 3 сұрап тұр. Бірақ енді көз көп тұсында жан-жақты краска бар, қырланған, жылған, қырылған. Біраз өзінікін өткен да, осыдан айтқанда. Ондай базар жоқ. 2 орын, 3 орын занять тұр ғой пашты. Менен басқа ешкім тұрмасын, дұрысынан көрсін деген болып тұр ғой. Айналы жүріп сыртынан, Красавчик. Кен ғой жеріміз деген шығар, арқайын жүрейік та деп. Осы затын таба алмай шашау едім мен, Мерседесті алдым. Қанша айтысың, брат? 800? Қай жылғы? 94. жылғы Nissan. Арзан. Арзан болғанда жағдайы да көп ғой. 97 жылы екен ай. 240 дейді. 3 миллион бағасы. Автомат, климат контроль. Мерседес клуб Ақтау 210. Басқаны айтамыз. Тегін жарнама, я. Калина қанша отыр? 2 миллион? Жылы қандай? 14 жылғы. Калина. 2 миллион. Міне? Skoda Газель 3.8 дейді 2014 жылғы бағасы. 3 миллион 800-ге Газель. Адам таситын жүк емес. О, Шымкентский, Малибу. Бағасы жоқ, егесі жоқ. Универсал гольф. Универсал гольф плюс. Қандай? Міне жақта. 98 жылғы дейді. 1.8 миллион 700 дейді бағасы. Монопресс. Моно. О, ұрыс шықты ма? Я қалау шеттің бағасын сұрап тұр, көрсетесің.
2015 объем 200 7 миллион 600 екен. Действительно, мына фарлар әдемі, ана бұрынғыларға. Кейін шыққандарға ғана. 2008 газ бензин. 2 миллион 200 дейді. 325 жүрген. Газ бензин. Механика. Автомат. Автомат кайф. Кузов дейсің вложение. Не түсірдің братан, үлгермей қалдық көріп дейді. Көрсетейік от души. Сендер тек лайк басып, WhatsApp топтарға бөлісуді ұмытпаңыздар, басқалар да көрсін де, білсін деген сияқты. Ақтауда көліктің бағасы осындай екен деп. Жалпы айтайын мен, Ақтауда көлік қымбат емес қатты. Басқа өңірге қарағанда, көріп жүрмін ғой, Алматы, Шымкент, ол жақта қымбат көліктер. Сонда да көрсеңіз бұйырса, Алланың қаласа, жол түсіп жатса, барамыз ол жақтарға. Бағаларын айтып шығатын боламыз, ол жақтында. Сол кезде Ақтауым жақсы екен ғой деген сөздер болады. Оған күмәндарыңыз болмас. Енді Ақтау карта бойынша қарасаңдар ең көп кетіп жатырмыз ғой, иә, шетінде. Сишканы алды не болды? Орнымыздан бола салған жоқ па? Моторын бөлтіп бір фармен жуу керек екен мен сияқты. Жуылмаған тұр мына нормально. Миллион жарым сатты ма Сишка? Келсін бар дейді. Жылы зат жазылмаған енді. Механика. Мен ойлаймын енді бұны. Екілік, я 1.8 ғой мынау. 2 емес. Иә. Осы сат не келсең әлсіз да. Бір давлениемен ұрған кезде, мойкаға барған кезде сақ болыңдар, түсіп қалып жүрмесін. Мына тез сықпады, мына ойнап тұрады да. Клипсиін ауысып тұру керек уақытында. Мына өзінің клипсінің толтынысы кетеді де, ұшып кетеді ғой. Хейландердің бағасы 7 миллион 500 дейді, 2005, 3-3. Тамаша дейді жағдайы. Толық комплектация, яғни толық нұсқасы, лимитед. Барлығы бар ғой, люкс. Негізінде келісесіңдер ма? Келесіздер сөйтіп түсіректі, битик, например, тек бір марканы түсіректі. Toyota ма? Тек Toyota'да әртүрлі маркадан. Lexus па? Lexus. Мына жерде қазір былай бүйтіп жатыр да, бағамен келетін болсақ, мына бұрышынан, мына бұрышынан шығып жатырық та. Олар келіспейтін сияқты, иә? Былай келесіде бір. Болмаса екі марканы да, Toyota мен Lexus түсіреміз. Келесіде, например, BMW мен Mercedes деген сияқты да. Солай түсірген ыңғайлы ма? Комментке жазыңдар. Газ бензин. Бензин бітеді. Газ қойылмаған. Болды. Сендерге пайдам тисе болды, брағым. Сол ма? Жеті жарым дейсің бе? Қаншаға бересің бір кезде? Жетекке сырланған жері бар ма? Артқы багаж дейсің. Қалған тек ені сырлау керексің ғой. Капотын ашып қайық. Ерекс тарап. Мотор қарап жақсы болды. Идеал дейсің. Үште үш барлық тиянақты орында. Как она есть дейсің ғой да? Тоз дейсің ғой. Канди ұрып тұр ма? Барлығы сәй. Да? Барлығы сәп тұр де. 300 жүріп тұр ма? Ден ішін көрек ше, отырып көрек. Иә. Бұт бар. İçine de çizim var. Bir жақсы машина. Ақшаң болса таңдасаң талтаңда дей ме? Нөмір айтшы, нөмір бар ма? Нөмір? 708 504 1994. Lexus жасындар отырсы. Lexus 330.
ерлан дейді жігітке хабарлассаңыз болады. 7,5 миллион айтып отыр. 2004 қой да? Бензин. Болды. Алейкум ассалам. Қалайсың? Алхамдулилlah. Армян екен да? Ассалаумағалейкум. Қанша айтты? 7. Жыл қандай? 2008. 3'te 5 oluyor mu? 3'te 5. Gaz var mı değil mi? Gaz benzin. Kapotun göçecek olur mu? Kapotun aslında gelin mi? Bu şey Mozu 330'a қарағанда үлкендеуде көрініп тұрады. Қозғалтқышының өзі. Әдемі жасап тұр, қозғалтқыш. Не вложение керек? Ештеңе керек. Мінесің, кетесің. Тұтқанда қалай сасың? 6 миллион жоқ. Оформление салған кезде. Білем ғой, енді давенство. Жоқ, енді бір күні алатын болсам да маған қалай бересің дегенім. Тек страховка ма? Договор жазбаймын міне. Купи продаж. Жоқ. Жоқ. Былай ғой, қайта мынаның келісім бойынша істеу керек қой. Мен маған ақша алдым осы кісіден. Иә. Жоқ, олай емес, мен түсінбейсің. Ол нотариальный гендовенс қой ол. Қазір деванс емес, просто былай. Не болды жаңа? Ақша алдым, мына машина бердім деген сияқты. Сондай қол қойдыра ала ма? Бірдеңе істеймін ғой. Қазір онда істемей жатыр ма? Енді соны сата алмайды депесің ба? Жоқ, жаңағындай документті бұны істей алмайды деді ғой. Сол адамда істемей жатыр. Бәрі бақсы чек болды ғой. Жаңағыда келдім алдым. Иә. Ай жоқ, дайын болсын деген ма? Бәрі. Ертең есі келіп, мен сатқан жоқпын, мына келмей ашып дейсің. Обратно бересің? Оны өлмеймін дейсің. Қолға таласың негізінде, қолға таласың. Вот, сол ғой мен айтып тұрған. Қолға таласың, болды, сосын аласың, таясың. Жақсы екен, машина, тәуір екен. Көрініп тұр кәдімгі. Мен жақта енді кішкене ағыз жүріпті. Алтыға берем дедің ба? Соңғы баға. Телефон нөмірі бар ма? Айтып жүр. 708. Алып кететіндер бар шығар. 202. 702. 526. 6680. Осы нөмірге хабарласып осы міне. RX 350 алып кетсеңдер болады. Сөйлессеңдер болады сол жайында. Ары қарай. Біздің мақсат комментарийда не жазды соны көрсету негізінде. 4,5 миллион 2006 жылғы араб дейді. Шоқ мені қола жүр. Шоғын мақсат. 4,5 миллион теңге. Ерткендер де бар базардың ішінде. Тұрып алып, ортасына алып қойып. Мен мәшін қарап келіп едім. Сандара істеп қойсың. Ассалаумағалейкум ассалам. Қанша айтты екен? Қанша бересің? Қанша бересің? 5 миллион. Қымбат айтты. Иә. Кішкене бір жектерді обзор жасашықшы. Жектерді? Жек бар ғой, түсіріп жатырмын ғой. Мен сол видеода алай бересің ғой сендерде? Бар ғой? Ана бүйтпейін, уведомление келеді, сол қарайын, именно жек бара жүргесін. 150 керек па? 150 мен Бол, түсіреміз. Сіздер айтсаңдар болды. Жақсы. Рахмет. 4 миллион 900 дейтін. Енді біліп айтқан екенмін ғой 5 миллион деп, 2006 автомат газ бензин. Бағанағы қалдар сатылады дейді. Сол, мәшін түсіп жүрген? Дұрыс. Не мәшін жүрсіңдер? Нексия. Нексия көп қой? Жақсы, сәті. Өзеннен келді жігіттер. Мәшін іздеп жатыр.
ютубтан қарайтын едік дейді. Алхамдулилля, жақсы, рахмет жігіттерге. Осындай қолдап, сендердің арқаларың ғой. Сендер болмасаң өйтіп жүрмейміз біз. Лайкты басып жатсыңдар, бөлісіп жатсыңдар. Біз ары қарай көрсете береміз. Қанша болып тұр? Алейкум ассалам. 1.600.000. Қай жылғы ма? 94-те. Объемы? 2-лік. 1.600.000. Көрдің ғой, Маңғыстауда жас балдардың саудагер. Сондай болу керек, жастан үйрету керек саудаға. Мынау фара деме екен, е? Алейкум ассалам. Өзгеше екен, не? Кузовы да тәуір сияқты ғой. Алейкум ассалам. Қанша айтты өзі? 1.700.000, да? Жылы? 2.600. 1.5 қыды? 1.6. 8 қылатын ба? 16, 1.6 ғой. Бәрі бар ма ішінде? Кандер, мандер. Фарлар қалай? Жақсы ғана ма? Қайда жасайды мынаны? Мына фардың өзі 35 тұрады. Жасау тегін ба? Общий 55-ке шығып тұр, да? 81 деген ба? Алейкум ассалам. 80 мыңға жасап жүрсің бе? Ана жерде 40 мыңға жасап беретін ғой. Арзан жері. Хабарласпайсың еді. Далаға кетті ғой біраз ақша. Ана жерде өзі, фардарда өзі жігіттер бар. Жасап беретін. Деуа дейтін, темек жақта. Бетінде өздері ауысады, ішінде линзісінде ауысады. В общем, жарқырайды ғой, бір сөз айтқанда. 2011 1.550.000. Жиынтығы қандай? Комплектация. Гуру бар ма? Электропакет гуру бар. Болды сол. Кондер бұлар қатып көтере де бермейді ғой. Нагрузка түсіп кетеді, қаланың ішінде жүрсең мотордың бірін. Соғылмаған. Таза, е. Мотор. Бар ғой кондер? Кондер бар, кондер гур бар. Кондер жоқ шығады. Толық ма комплект? Бұлар өзі үш та төрт та. Айнада поворотын жүрсі. Сол ғой олар. Ол кейін шықты ғой олар. Пар жасатылған. Пар жасатылған. Линза қойылған. Аппақ қылып түсіретін. Бір тегіс. Жақсы осылар. 80 мың шығармадым дейсің ғой мен, анасы сияқты. Телефон нөмірі көрсетті ме? Көрсетіп жүр. Келсін бар. 1.500 окончательно. Негізінде, действительно, бір қатты мән беретін көлік алатын кезде, қай кезде де біздер енді мән бере бермейтін бар. Мен мән берерім, сен мән берерсің, қалғандар мән бермейді. Соны действительно, Винкод дейді ғой, көліктің. Қазір перебиті Россиядан келіп жатыр ғой. Қазақтың тауып алады да, құжат. Ана заттен Ресейдің көлігімен аударып жібереді. Яғни бір сөз айтқанда перебит деп айтылады да. Яғни мен қазақ, документім қазақ болғанымен көлігім орыс. Жаңағы Винкодын кетіріп сырлап жібереді, көрсетпей тастайды сияқты. Соны алданып қалдырмаңдар, тексеріңдер міндетті түрде. Арзан машина болсын, қымбат машина болсын. Ертең басы қақып қалмау үшін да, жерге өтіп қалмау үшін. Сақтықта қорлық жоқ дейді. Көлік алғанда жақсылап тексеріңдер. Бар өткен жолы бір қарай деп бір тексеріп жатырық дейді да. Есі өтіп келді де, не істеп жатсың деп дейді. Тексермей жатсың да, тексермей ақ кете бер деп айтты. Вот уже өзін болит етіп жатыр да. Нексияға да жасап жатыр ғой, арзан машина болмаса. Россияда нексиялар вообще арзан. Баратта алып келе қойды арзан, 500-600 мыңға. Сосын мына жаққа келіп 1,5 миллионға сатқысы келеді. Перебиті болып шығуы мүмкін. Сақ болайық достар. Төрттік Land Cruiser 16 миллион дейді. Объем 4. Беретін жерім 15 миллион дейді. Яғни 15 миллионға сатып керек. Нақты енді айтайын. 2013 жылға 4 литр объем. Бұрынғын алып келген дейді. Бұрынғын алып келген. Алейкум ассалам. Алхамдулилlah, қалай өзің? Мұн жақта міне Prado 120, объем 4 бұныңда. Европейсия 371 мың жүрген екен.
9,5 дейді, 9-ға береді. Яғни болатын жері. Жақсы машина бар. R3 дейді. Алейкумассалам. Қалайсыңдар? 3 миллион 400 дейді, 2017. 130 мың пробег. Қалай жағдай? Стоит па бағасына? Нормально, да? Нормально айтып тұр. Иә. Әдемі айтып тұр, бағасы нормально сияқты. Тағы түс бересің кішкене. Түсесің ба тағы кішкене? Түсесің ғой, әне түсіп берем дейді. Жақсы мұна машиналар, өлімі жоқ. Нексияларды білесің кезінде, біраз жүріп тастады ғой. Барлығы бар мı? Кондер бар. Gaz üşütür. Şimdi bas. Kişkene. Kulaklıklar сияқты ya. Rегулировка керексіз. Nexia Ravon R3. Nömірін көрсетіп жүрасың. Жақсы аға. 2006 жылғы ма? 16 клапан ғой. 2005 екен, Nexia 1. 900 мыңға береді, миллион деп тұр ғой. Бензин, яғни. Миллион 900 мыңға берем дейді. Жалпы ұяты бар алып сатарлар ғой. Шыны керек айтайын, постоянно алып сатады кісілер. Бірақ мәшіндеріне жақсы қарайды да. Көрініп тұр. Мен осы кісілер өзім Nexia алғанмын. Ана Nexia дейтін бар ғой. Кәдімгідей зың болып шықты ғой. Алматыға барып келдік, 5 бала болып барып. Жолда бір подъезд еткен жоқ. Негізінде арзан берді еще маған. 900 мыңға берді, сол осыдан бір 2 жыл бұрын қателеспесем. Жолға шығу керек болып алғам. Nexia-ны. Тап-таза ол жағдайы да жақсы. Соны 900-ге алып, 950-ге алдым. Миллион 100-ге сатып жібергенмін. Алматыға барып келіп. Мен енді газ қондырдым бірақ есесіне. Газ жоқ алған кезде. Газ қондырдым да, солай газдың ақшасы шықты, үстіне пайда көрген жоқпын. Ондай ниетте болған жоқ пайда көрейін деген. Өзім ақшасын ақтаса болды деп. Осымен базардың шетіне келдік. Түсірілімді аяқтаймыз. Комментті, лайкты міндетті ұмытпаңыздар, иә. Ол біздерге демеу береді. Сіздерге оп-оңай тек бір күн уақыттан сырт ету. Келесі кездескенше.